Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында печенье дайындаудың ең оңай әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сары май, 1 жұмыртқа, 80 грамм қант, разрыхлитель және ұн керек. Ұнды алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Сары майымызға ұнды шетінен қоса отырып, ұнтақталғанша үгітетін боламыз. Сары майымыз тоңазытқыштан шыққан болуы қажет. Жұмыртқамызды қоспас бұрын алдын ала жұмыртқа мен қантымызды араластырып аламыз. Бұны негізінде қамырды бастамай тұрған кезде араластырып қойсаңыздар болады, сол кезде қанттарыңыз еріп дайын болып тұрады. Енді разрыхлителімізді қосып бір араластырып аламыз жақсылап. Одан кейін жаңағы дайындап алған жұмыртқа мен қантымызды салып, қамыр күйіне дейін келтіреміз. Егер қамырымыз жабысқақ болып жатқан болса, ұнымызды шетінен қоса отырып, қалыпқа келтіріп аламыз. Ұнын шетінен қосып отырғандарыңыз дұрыс, себебі егер ұныңызды көп қосып жіберетін болсаңыз, қамырыңыз қатты болып қалады. Сәйкесінше дайындалған печеньеңіз де қатты болып шығады. Дайын болған қамырымыздың үстіне кішкене ұн себелеп бірден жайып кетеміз. Қалыңдығы 8-10 мм қылып болады. Осындай сіздерде формалар болса, формалармен кесіп шығамыз. Енді осы формаға салып кескен печеньелерімізді қантқа батырып аламыз. Және 180 градус температурада пештеріңізде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Міне ортасын қарасаңыздар, ешқандай тапталып қалмайды, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.